Баршаңызға сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қысқа дайындықты бастап, осындай әртүрлі жеміс-жидектерден жасалатын ассорти компоттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Видеоны толық соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен отымызға жарты шайнек су құйып, суымызды қайнатып аламыз. Суымыз қайнаған соң, жуылған банканы алып, видеода көрсетілгендей қоямыз. Буда 5 минуттай банкымызды булап аламыз. Әзірше банкымыз буланғанша қайнаған суға банкының қақпақтарын салып, 1 минуттай қайнатып аламыз. Бес минуттан соң банкымызды алып, осылай қойып аламыз да қақпағымызды бетіне жауып қоямыз. Қалған банкілерімізді дәл осылай 5 минут буға қойып аламыз. Содан соң қақпағын жауып қоямыз. Және үлкен кастрөлге су құйып қайнатамыз. Әзірше суымыз қайнағанша жеміс-жидектерімізді жуып тазалап аламыз. Мен компотқа құлпынай қосамын, малина қосамын, шие қосамын және апельсин мен лимон қосамын. Және де қант қосамыз және мята жапырақтарын қосатын боламыз. Алдымен банкының қақпақтарын ашып дайындап аламыз және оған 300 грамм қант саламыз. Мінекей осылай банкілердің барлығына қант саламыз. Содан кейін қолымызбен 3 уыстай құлпынай саламыз. Оның үстіне мята жапырақтарын саламыз. Және оның үстіне 1 түйір лимон саламыз. Және 2 уыстай шие саламыз. Содан соң әр банкіге 1 уыс малина салып шығамыз. Және дөңгелетіп туралған 2 түйір апельсин саламыз. Енді соңында қайнаған су құямыз. Суды алдымен құйған кезде аз-аздан құйыңыздар, себебі жидектеріңіз салқын болса, банкі морт сынып кетуі мүмкін, сондықтан аз-аздан құйып шығамыз. Енді осылай банкымызды толғанша суымызды құйып шығамыз. Содан кейін қақпағын жауып, қалған банкілерге дәл осылай қайнаған суымызды құйып шығамыз. Және достар, сіздердің қолдауларыңыз маған өте қажет. Қазақша контенттің дамуына үлес қоссаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Апта сайын арнамда жаңа рецепт шығып тұратын болады. Және де поделиться кнопкасын басып, өзіңіздің жақындарыңызға, достарыңызға жіберіп, қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қоссаңыздар. Содан соң банкының қақпағын жабамыз. Ол үшін осындай банкының қақпағын жабатынмен үстін басып отырып, бұрап отырып жабамыз. Мінекей осылай толықтай жабылуы қажет. Содан соң банкының түбіндегі қант толықтай еру үшін банкымызды осылай айналдырамыз. Содан соң банкілердің аузын төменге қарай төңкеріп қоямыз барлығын, және үстіне қалың орамал немесе қалың сүлгімен 1 күнге немесе 1 түнге осылай жылы қылып орап қоямыз. 1 күннен кейін алып тастасаңыздар болады. Мінекей достар, біздің ассорти компоттарымыз дайын. Бұл компотты 2 күннен кейін аша берсеңіздер болады. Мен 2 күннен кейін 1 банкісін ашып көрдім. Дәмі ерекше, сондай керемет шыққан. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Аягөз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.